Дилмар телебағдарламасы пікірсайыс тақырыбындағы бірегей жоба. Мақсаты ойы ұшқыр, білімді жастарға қолдау көрсету. Тележобаның алғашқы маусымына 20 топ қатысты. Олар мектеп оқулықтарының сапасы, мамандық таңдау, дипломмен ауылға, ана тіліміздің мәртебесі, онлайн несие және әлеуметтік желілердің пайдасы мен зияны секілді көптеген өзекті мәселелерді ортаға салды. Біз оқушының білім деңгейін тестілеумен анықтау дұрыс емес деп санаймыз. Олай болса ерекше көзқарас тобы ортаға шақырамыз. Мен саған ағылшын тілі кітабы, осыны жатта деп айтып жатқан ешкім жоқ. Қазіргі таңда адам ойында өте зиянды ақпарат тарататын ең бірінші құрал ол интернет желісі болғандықтан, құрметті сарапшылар. Тартысты сөз бәйгесінде жарқын болашақ тобы жеңіске жетті. Ал екінші орында зерде тобы алды. Үшінші орында парасат және ерекше көзқарас топтары өзара бөлісті. Дилмар тележобасы арқылы пікірсайыс ойындарына қызығушылық арта түсті. Алдағы уақытта жобаның ауқымы кеңейе түспек. Мақсаты айқын, мұраты биік жастарымыз көп болсын. Амандық саулықта жүздескенше.